Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында ең оңай вафли жасау әдісін көрсететін боламын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды 8 ас қасық шекерімізбен жақсылап араластырып аламыз. Тәттісін өзіңіз білесіздер, одан көп аз қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң 500 мл йогурт немесе биос немесе снежок немесе айран қосып, одан соң 100 грамм ерітілген сары май қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңынан ұнымызды міндетті түрде қопсытқышымызды қосатын боламыз, яғни разрыхителді. Ұнымыз қою масса болғанша қосамыз. Мен шамамен 2 стакандай ұн қостым. Мінеки консистенциясы осындай болу керек. Енді осы вафли жасайтын ыдысымызды алып, жақсылап қыздырып, жаңағы дайындағанымызды құямыз. Осылай пісіріп шығамыз. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.